Сәлем баршаларыңызға, достар. Қалдарың қалай, жақсы ма? Бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, мені қолдап жүрген, маған осындай керемет шабыт беріп жүрген көрермендеріме мың алғыс. Менің бүгінгі көрсетейін деп отқан тақырыбым өздеріңіздің сайттарыңызға, жасап жатқан сайттарыңызға YouTube'дан видеоны қалай қоямыз. Міне осы тақырып болады, өте маңызды, қызықты тақырып. Біліп алыңыз, түсініп алыңыз және жазып алыңыз. Ең алдымен осы сабағымды бастамас бұрын астында тұрған подписаться батырмасын басып, лайктарыңызды аямаңыздар, маған шабыт бересіздер. Ондеше кеттік, сабағымызды бастаймыз. Мынандай мысалға өздеріңіздің бір кез келген сайттарыңыз болады. Менде қарап отырсаңыздар, мынандай YouTube'дан, осындай YouTube'дан видеоны сайтымызға қалай қоямыз. Осындай қызықты тақырып. Осыны сіздерге көрсетейін деп шештім. Енді қараңыздар. Бірінші менің мынау қарап алам. Бірінші менде индекстің өзінде тұр видео. Мысалға осы жерге осындай видеоны, давайте осы дайын тұрған видеоның орнына мен басқа видео қояйын. Енді қараңыздар. Оны қалай қоям? Ең бірінші неге барамыз? Мен мысалға индекс, мына жерде қараңыздар. Индекстің өзін бастым. Открыть с помощью блокнот деп ашам. Осы жерде менде менюден кейін қойылған сайтта, менюден кейінгі разделде контент бөлімінде менде видео қойылған. Енді қараңыздар, оны тауып аламыз. Менде ссылка тұр, frame деген, мен центр деген тегтің ішіне ортада тұрсын деп осы видеоны қойдым. Енді қараңыздар, давайте мен бір YouTube ашайын, нешеге жазайын, бір каналымнан бірінен тегін, давайте жазайық, тегін сайт жасау деп жазайын. Тегін сайт жасау, мысалға мен осында бір видеом бар мысалға. Менің өзім каналымда жазған бір видеоны осыны YouTube'тың ішінде тұр. Так, қазір реклама кетсін. AliExpress в Казахстане. Получи скидку 1500 тенге по промокоду Казахстан. Так, давайте. Міне осы түсіндіріп отқан видеомды мен мына жерге, Қазақ Телекомский бір жерде видео тұр, осы жерге мен өзім видеомды қалай қоям. Оны бүйтесіздер. Осы YouTube'тың ішіндегі астына түссеңіздер, андай поделиться деген кнопка бар. Батырма, соны басасыздар. Сосын мына жерде встроить деген бар. Міндетті түрде осы қателеспеңіздер, басасыздар, сол жерде мынаны копировать етіп аласыздар. Көрдіңіздер, встраиваем видео. Копировать етіп аламыз, кодқа барамыз. Мен мына жерде мынаны өшіріп тастайын. Давайте. Қазір мен мына жерде осы рядты белгілеп алу үшін екі рет, так, неге белгіленбей жатыр, аны екі рет басам, өшірем, осы жерге жаңағы өзімдікін копировать етіп алған вставить етем. Қайтадан барам, тексеріп алам, центрдің ішінде тұр. Басам, енді қайтадан кіреміз, мынаны жабам, өзіміздің сайтымызға барамыз, осы жерде обновить дейді. Бірақ шықпады, неге? Өйткені мына жерге барып, үстінен тағы басасыздар, сол сілкін міне өзгерді, көрдіңіздер, менің YouTube'тағы видеом осы жерге қойылды. кезде оны сақтайтын болсам, мысалға мына жерде көрдіңіздер. Енді мен мына жерде енді центрді қойдым, мысалға центрді алып тастайтын болсам, енді қараңыздар, не болады? Видео солға қарай кетіп қалады, көрдіңіздер, сіздердің өзіңіздің контент блоктарыңыздың ішіне соны жақсы болу үшін мен артқа берем, қайтадан сақтаймын. Міне көрдіңіздер, центрді не үшін қойды дейсіздер? Чтобы әдемі болу үшін. Енді маған сіздерге мына размер үлкен болу мүмкін. Енді сіздердің мониторларыңыз әртүрлі болады. Мониторға байланысты сайтыңыз контент басқа нәрселерге қарағанда үлкен болып кетуі мүмкін, кішкентай болып кетуі мүмкін, сізге өзіңізге ұнамауы мүмкін. Сол кезде мынандай тег бар, өзінің ішіне кірсеңіздер, width деген ширина, height деген высота. Мысалға, давайте мына жерде 615 деп көрейік. Менде 315 тұғын. Енді мынау высотасы, ұзындығы, биіктігі менде 315 тұғын. Енді обновить дейін. Көрдіңіздер, менде 615-ке ауыстырдым. Жерде пиксельмен есептеледі. Міне көрдіңіздер. Енді осылай өздеріңізге керек размерді қоясыздар. 315 өзіңіз рет ширина деген, еңі, height деген биіктігі. Соны ұмытпаңыздар. Мен қайтадан орнына қойып қоям. Маған ыңғайлы болу үшін, көрдіңіздер, менің мониторыма, менің өзіме ыңғайлы болу үшін осындай компактный әдемі қойдым. Енді бұл жерде нені білу керек? Осы екі бізге тегті міндетті түрде білу керек. Высота, ширина, высота, ені, биіктігі. Одан кейін мына жерде title деген нәрсе бар.
бұл тайтл енді YouTube өзінің несі плеер бойынша реклама жасап жатыр. Негізі тайтлдар сайттарда сіздер ертең сайт жасап болған кезде сайттарыңызды құясыздар ғой. Доменге, хостингке, неге Google'дан, Яндекстен іздеген кезде осы тайтл өте маңызды. Осы іздеу жүйелеріне, поисковый системаларға осы жердегі сіздің кілттік сөзіңізді осы жерге қолданасыз. Мысалға, видеоңыз не туралы? Сіздерді сол Google мен Яндексте іздеген кезде сіздің видеоңыз алғашқы қатарға шығу үшін осы жерге сондай лайфхак сіздерге өзіңіздің кілттік сөздеріңізді қойып кетуді ұмытпаңыздар. Енді frame border деген бар, мына жерде frame border давайте 5 деп өзгертейін. Мен мына жерде видеоны көрдіңіздер, мына жерде өзі YouTube-тың берген рекомендациясы бойынша осылай әдемі болып тұр. Ал мен енді обновить десем, көрдіңіздер, мен сыртында мынандай қалыңдық пайда болды. Border деген негізі рамка дейді, сыртында қалыңдыққа жауап береді. Маған по умолчанию 0 тұрған дұрыс. Негізі көп жағдайда еш нәрсені өзгертпеңіздер. Ары қарай нарада accelerometer, autoplay дегендерге тиіспей қойыңыздар, өйткені YouTube-тың өзінің берген тегтері өте ыңғайлы. Бізге керегі сіздерге бұл жерде тек қана осы ширинасы мен высотасымен жұмыс жасасаңыздар болды. Енді давайте бір мысал ретінде осының астына тағы бір видео қояйық. BR тегін қолданамыз. BR деген астыға түсіру. Бір абзац астыға түсіру. BR. Енді осының астына давайте тағы бір басқа бір видео қояйық. Давайте бір любой бір видео алайық. Мен мына жерде нені алсам екен? Аргентина дорога к победе деген. Давайте осы бір футбол туралы ала салайын, өзім каналымнан емес. Так. Хочешь узнать, чем занимаются интернет-маркетологи? Жарайды, біз бұл реклама бізге керек емес. Міне поделицаға барамыз, стройтке барамыз. Мына жерде үстінен басып басаңыздар, өздері Ctrl-K деген горячий клавиша. Менің ыстық клавишалар туралы видеом бар, соны міндетті түрде барлығын сол жерден көріп жаттап алыңыздар. Ыстық клавиша көрдіңіздер, мен мына жерде отырып оң жағын басып копировать деп отпаймын. Сіздер жылдам жұмыс істеп үйренуіңіз керек, қолды үйрету керек. Өйткені сайт жасаған кезде, заказдар көп болған кезде сіз бүйтіп отыратын болсаңыз, ол өте ыңғайсыз. Сондықтан ыстық клавишалар жақсы біліп алыңыздар. Так, BR міне осы жерге қоям, менде екінші видео. Так, мынаны жақындатып қояйын. Міне. Менде, анау біздікі бұрын астыңғы неге түсірген. Мына жерде міне nav frame, менде получается екінші видео пайда болу керек сайтымда. Так, көрейік. Давайте астыға қарай обновить. Так, оны центрда көрдіңіздер, шетке қарай келіп қалды. Сондықтан әдемі болу үшін давайте центрда копировать етіп аламын. BR-ден кейін центрді қоям. Одан кейін центрді жабам. Міндетті түрде ашқан тегтеріңізді жабуды ұмытпаңыздар. Кері слэшпен. Так. Слэштің өзімен. Так. Көрдіңіздер, менде BR-ді қойғандығын арасында осындай интервал бар. Міне екінші видеом Аргентина туралы YouTube'дан ашып жатыр. Достар, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ең бастысы сіздердің қолдауларыңыз керек. Осындай мықты осындай контенттер түсіру үшін сіздер лайкты аямай басыңыздар. Сосын қандай көкейлеріңізді жүрген сайтқа байланысты сұрақтарыңыздың барлығын жазыңыздар комментке. Ұмытпаңыздар. Соны жазып кетіңіздер. Мен сіздердің сұрақтарыңызға байланысты соған қарай мен контенттер түсіруге тырысамын. Бірақ әзірге түсіретін контенттер өте көп. Сіздерге пошагово түсіріп отырам. Бірақ сұрақтарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Давайте. Ойыңызға не келеді, соны жазыңыздар. Лайкты басуды ұмытпаңыздар, ұнап жатса. Ұнамаса дизлайк, екеуін біреуін баса беріңіздер. Маған көрермендерімнің ойын білу үшін маған барлық нәрсе маңызды. Давайте достар, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.